Қайырлы күн құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін өте оңай, ешқандай да миксерсіз, духовкасыз торт жасайтын боламыз. Тортымызға ең алдымен қатырылған сармайды осындай етіп үккіштен өткізіп аламыз. Торт өте ұнады, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Майды үккіштен өткізіп алғаннан кейін оған сармай мен ұнды қосып, жақсылап араластырып қамырлейміз. Қамырымыз майда-майда коржкелерге ұқсайтын болу керек. Енді осыларды илеп болғаннан кейін қызып тұрған табаға салып, 3-5 минут қызарғанша қуырып аламыз, қозғап тұрып. Менің табам кішілеу болды, сол үшін мен 2 бөліп қуырып алдым. Неке өстіп қуырылғанша қозғап тұру керек, жақсылап қызартып қуырып аласыздар. Достар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Енді кез келген қалыпқа салып, осы коржкелерімізді және кремді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Кез келген крем болады, менде қайнатпалы крем. Қайнатпалы кремнің рецебі менің каналымда бар. Дәмді оңай жасалады. Тортымызда сондай жеген кезде өте нәзік, жұмсақ болады. Ешқандай да бір қуырылған тортқа ұқсамайды. Тортты жинап болғаннан кейін холодильникке салып, 1-2 сағатқа қойып қою керек. Әйтпесе шашылып кетеді. Достар, тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бетін кез келген өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша безендірулеріңізге болады. Мен жаңағы қайнатпалы кремнен узорлар жасап қойдым. Мінекей тортымыз осындай болып шықты. Қош сау болыңыздар.